Сәлеметсіздер ме? Бүгін iTest платформасы жайлы айтып жатыр. Бізде онлайн тренажер, ол НТ-ға дайындалған және Fortnite аттестацияға дайындалған. 11-ші 10 сыныптарға өте көмектесетін платформа. Сіздер оны тегін қолдана аласыздар. Ол үшін бізде үстінде YT деген болады. Сол жерге сіздер өздеріңіздің логинмен кіру деген басасыздар да. Бізде білім класс бар ғой, соның логинмен кіресіздер, құпия сөздеріңізді, логиндеріңізді жазасыздар. Сосын кіру батырмасын басасыздар. Сосын бұл жерде орысша немесе қазақша тілді қойып аласыздар. Сосын толық ұбт-ны тапсыру немесе мына жерде мысалға оқушыларда 11-ші сынып немесе 5-6 сыныпта қалып қойған тақырыптар болса, біз пәнді таңдайсыз. Мына жерде 5-6 сынып деген сияқты таңдап кіріп өтуге болады. Міне конспекті бар. Процент деген қылып қойса, мысалы қалып қойсаңыз, мына жерде конспект бар. Сосын конспектті жүктеп алып алады. Осы бөлім бойынша оқып болғаннан кейін тест тапсырсақ болады. Тестті тапсырамыз, жауап шығарамыз, сосын алға деген басамыз. Дәл сол сияқты жауап береміз. Егер ары қарай тест аяқтағыңыз келсе, тест аяқтайсыз. Сосын мына жерден мысалы қателер болса, мына жерден қате тұрады. Сосын қатемен жұмыс істеген бар. Сосын толығымен тесттің қандай болған қорытындысын көрсетеді. Қатемен жұмыс істеген басамыз. Сосын мына жерден шешуі тұрады. Мына жерде де шешімі осылай болу керек. Яғни қатемен жұмысты жасай аласыз. Бұл бізде тақырыптарды еске түсіріп қайталау үшін келесі 11-ші сыныптарға арналған толық ұбт тапсыру немесе 10 сыныптарда тапсыруға болады. Ол үшін толық ұбт тапсыру деген үстіндегі батырманы басамыз. Сосын мына жерде бізде міндеттелген математика сауаттылық, оқу сауаттылық, Қазақстан тарихы болады. Және де өзіңіздің таңдау пәндеріңіз, яғни профильді пәндер таңдасақ болады. Мысалы математика, физика, дәл сол сияқты информатика немесе география дегенді таңдасаңыз болады. Мысалы мен математика мен физиканы таңдаймын. Сосын толық ұбт тестін тапсыру деген басамыз. Одан кейін келесі мына жерден сұрақтарға жауап бересіз. Оқу сауаттылығына да жауап беруге болады бірден. Сосын тарих немесе математиканы таңдасаңыз болады. Сөйтіп барлығын тесттерді аяқтап шығасыз. Одан кейін сізге мына жерде статистикасы көрсетіледі. Қатемен жұмыс істейсіз бе, қателермен жұмыстардың міне шешімінің астында жауаптары тұрады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сосын мына жерден өзіңіздің профильге статистика бөліміне кіреміз. Сосын мына жерден біз статистиканы да көре аламыз.